Сәлем достар, бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Жаңа жылдан бастап бала күтіміне байланысты жәрдемақы 1,5 жасқа дейін төленеді. Бұрын ол тек сәби 1 жасқа толғанға дейін төленіп келді. 2023 жылғы 1 қаңтарға дейін 1 жасқа толмаған барлық балалар үшін төлем автоматты түрде жарты жылға ұзартылады. Ал 1 қаңтардан кейін туған балаға 1-1,5 жылға дейін тағайындалады. Жаңа жылдан бастап бұл жәрдемақының мөлшері де ұлғаяды. Бірінші балаға 5,76 АЕК немесе 19.872 теңге. Екінші балаға 6,85 АЕК немесе 23.495 теңге. Үшінші балаға 7,85 АЕК немесе 27.083 теңге. Төртінші және одан кейінгі балаларға 8,90 АЕК немесе 30.105 теңге. Декретке дейін жұмыс істеген әйелдердің бала күтіміне байланысты алатын ай сайын сыйынғы әлеуметтік төлемі бөлек есептеледі. Хайыр сау болыңыз. Бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.